Сәлем, бұл Матюш Окон. Liberal Lures арнасына қош келдіңіз. Бүгінгі бөлімде мен сізге көрсетіп, Vertical сериясындағы келесі үлгіміз туралы бірнеше сөз айтқым келеді. Бұл бақа. Құйрығы 8, 2 дюйм, 210 мы. Шақырамын. Frog Tadpole Tail 12-де пайда болады. Түстерде Vertical Pelagic сериясындағы қалған үш үлгі сияқты. Бұл бақа негізінен вертикалды әдіспен шортандарды, бірақ сонымен қатар судақтарды аулауға арналған. Сондықтан біз өлшемін 210 мыңға дейін кішірейттік. Осылайша оны тиімді пайдалануға болады. Судақтар. Көріп тұрғандарыңыздай, оның өте нәзік бүйір аяқтары бар. Денесі бақа пішінде бақаны мінсіз бейнелейді. Құйрығы менің қиялымның жемісі. Мұнда біз құйрыққа шаянның құйрығын өзегіне қостық. Бұл жемді жақсы жүргізумен жақсы көрсету үшін ұстап тұратын элемент. Оның ең ұсақ бөлшектері бұл жемді суда өте табиғи әрі нәзік қозғалысқа келтіреді. Бұл балықтарды шабуыл жасауға тамаша қызықтырады. Тіпті қармақпен ештеңе істемесек те, аяқтары судың ағысының әсерінен нәзік тербеліп қозғалады. Кейде бұл жеткілікті болады. Бұл балықты шабуылға арандату үшін қармақты қатты сілкіп, жемді қатты қозғаудың қажеті жоқ. Шынында да ұсақ бөлшектер мен жақсы бейнеленген пішіндер жеткілікті. Енді біз сіздерге аквариумда жемнің қалай жұмыс істейтінін көрсетеміз. Сонда сіздер барлық аяқтары мен құйрығының қозғалысын көре аласыздар. Біздің фрогты да бұрын сіздерге көрсеткен габри сияқты лейкаларға қаруландыра аласыздар. Сондықтан біздің Liberalers.com сайтымызға кіріп қарап көріңіздер. Онда каталог деген бөлімді таба аласыздар. Каталогта барлық ілгек өлшемдері туралы сипаттамалар және қаруландырудың графикалық түрде көрсетілімі бар. Сондықтан ол жерде көбірек болады. Және бір сәтте мен сізге алдыңғы үлгілердегі сияқты негізгі арматураны көрсетемін. Бұл қайдан бастау керек екенін көрсету үшін. Демалыс. Бұл біріктірудің сынақ және қате әдісі. Енді біз сізге классикалық арматураны көрсетеміз. Дөңгелек басты джиг басын бұраймыз. Сонымен қатар бізде ілмек бар. Ілмек пиндермен бірге джиг басын бұраймыз. Айналдырғыш және 2 қосқыш сақина. 2 қос және 3-тік айналдырғыш. Ілмекті қаншалықты алысқа жылжытқымызға байланысты. Джиг басын қосқыш сақинаны аламыз және қосқыш сақинаны басына бекітеміз. Оны үстінен бекітеміз, өткіземіз. Айналдырғышты аламыз, оны бірден айналдырғышқа қыстырамыз. Бір әрекетті 2 рет жасамау үшін және басымыз дайын. Айналдырғышпен және қосқыш сақинамен бірге. Келесіде екінші қосқыш сақинаны қосамыз және ілмекті қыстырғаннан кейін бүкіл сақинаны өткіземіз дайын. Міне осындай жина.
Keleside bahamızda alamız. Biz shtirda abaylab, biroq naq yetib kirgizemiz. Sodan keyin оны sa'at tilimen немесе qajatli бағытта afirin buraymiz. Bu кезде оның басын mıhtap oslay ustab тұру өте mаңызды. Sodan keyin ilmekti muhiyat және senimdi түрде qadaymiz. Оның dұрыс bekitilgenine көz jetkizemiz. Baqanın arkasına bulay görünеді. Бұл birinchi klassikалық бекіту тәсілі. Бастың түрлері, өлшемдері, ilmектер бәрін каталогтан таба аласыздар. Бұны бұған дейін де айтқанмын. Енді сол жақ басты орнатуды көрсетеміз. Біз не тікелей басты денеден кесіп аламыз, аздау кесу үшін. Штырды кіргізіп, денеге бұраймыз. Және біз оны денемізге бекітеміз. Мұнда бізде бірдей жиынтық жинақталған. Яғни байланыстырушы сақина, бұрылыс, сақина және түйреуіштері бар үштік ilmek. Біз сақинаны мұқтап ұстаймыз, оны мұқият көзге бекітеміз. Оны берік түйреуішпен нық бекітеміз және денемізді ақырын саламыз. Break time 0,5. Енді біз Wolfram басын аламыз. 28 грамм көбінесе ilmekпен. Мен бұл ilmekті жай ғана кесіп тастаймын. Түйреуіштерді қалдырамын. Басы жемнен шықпау үшін. Және оны бақаға орнатамын. Оны резинкеге кіргізіп, бұрап, сол кезде түйреуіш ұстап тұрады. Содан кейін мен үштік ilgekті ұстайтын бұранданы және бұрын дайындалған, байланған үштік ilgekті сом балық өріміне бұраймын. Нөр едуім. Мен оны басына бекітемін. Содан кейін оны орнатқаннан кейін мен оны көзге қосамын. Ал біз үшін дене, соның арқасында ол бір бүтінді, яғни толыққанды бірлікті жасайды. Осы қысқа видеоны көргендеріңізге рахмет. Мен сіздерді жалықтырғым келмеді. Басқаларға ұқсас қаруландырулар мен басқалар туралы қайталай бергім келмеді. Сондықтан бұл сәл қысқалау видео, ал келесі бөлімде біз дәтті көрсетеміз. Фиса бұл келесі жолы көрсететін соңғы Oakley приманка. Рахмет, сіздерді TikTok, Facebook, Instagram парақшаларымызға, әлеуметтік желілерімізге жазылуға шақырамын. Үміттенемін, сіздерді жалықтырмаймыз. Егер бірдеңе көргіңіз, естігіңіз, сөйлескіңіз келсе, бізге жазыңыздар. Мүмкіндігінше әрдайым жауап береміз. Сау болыңыздар. Сәлем.